Қалайсыздар? Мен бүгін сіздерге жалпы патан мен патвизді қалай тиімді оқу керек әдістерін айтқым келеді. Мұнда тақырыпты жазып қойғанмын, 90 плюс қалай аламыз деп. Мен өзім қазір 3-ші курс бітірген студент ретінде, патвиз бен патанды өтіп тастаған студент ретінде өзімнің белгілі бір фишкалармен бөліскім келеді десем де болады. Қараңыздар, баға біз үшін маңызды емес дейміз, иә, бірақ біз баға болмаса как-то бір ешқандай оқымыз келмейді деген сияқты, иә. Баға бізге белгілі бір стимул береді. Мысалы, бір адам 90 алса, неге мен 90 алмаймын деген сияқты, сіз соған қарай тырысып оқисыз. Кішкене енді бәсекелестік деген болады деген сияқты. Бірақ сіздің более көп информация жинауыңызға осы бағаның бір тигізетін ықпалдары жетерлік. Жалпы патвизді де патанды да ол айтып тұр, патологические изменения деп тұр, ол яғни белгілі бір қалыпты жағдайдан ауытқу дегенді білдіріп тұр ғой бізде. Мен енді өз практикамнан айтатын болсам, мен осы патвиз оқыған кезде 3-ші курсы бізде апай ауысып кетеді де, ол бізден бірінші физиологияны сұрайды. И мен физиологияны білмеймін, себебі кезінде дұрыс оқымағанмын, и одан соң мен всегда аз алатын болдым баған. И мен потом ойланамын, неге мен всегда баған аз аламын, по идее сабақ оқып келемін деген сияқты. Бірақ мен оқып келген затымды сұрамайды апай, и мен одан соң бастадым, кітапханаға бардым да физиология кітапты алдым. Физиология кітапты алып, бірінші патвизді оқымай тұрып, сол физиологиясын оқимын, одан кейін барып патанды оқитын, патвизді оқитын болдым. И жайлап менің бағаларым көтерілді. Бірақ ол әрине менің сессияма, рубежкіме өзінің кері әсерлерін тигізіп кетті. Жаңа мен баста алған 3-4 бағамның өзі кәдімгідей менің средний оценкамды кәдімгі түсіріп жіберді, рейтингімді түсірді деген сияқты. Енді мен сіздерге айтқым келетін дүние, кез келген жағдайда сіз өзіңіздің салаңызда мықты болу үшін бірінші оның алдында сабақты мықты білуіңіз керек. Ол деген, мысалы, сіз патанды білгіңіз келсе, анатомияны білуіңіз керек, патвизді білгіңіз келсе, физиологияны білуіңіз керек, патанды білгіңіз келсе, гистологияны білуіңіз керек деген сияқты. Сондықтан да, достар, мен сіздерге бірінші айтатын кеңес ол патвизді оқымай тұрып сіз физиологияны жақсы білуіңіз керек. Енді біз қалай тиімді оқу керек деген сұраққа жауап берейік. Сіз патанды оқысаңыз да, патвиз, жалпы физиологияны оқысаңыз да, осы адам организмдегі 8 жүйені білесіз, сол жүйе бойынша оқисыз. Ол қандай жүйе десеңіз, көріп тұрғандарыңыздай бізде нерв жүйесі, ас қорыту жүйесі, тыныс алу жүйесі, жүрек қан тамыр жүйесі, эндокринді жүйе, зәр шығару жүйесі, тірек қимыл жүйесі, қан жасау, репродуктивті жүйелер. Егер осы 8 жүйенің қалай пайда болады, жалпы адам ана ішіне біткеннен бастап, олар қай айдан бастап пайда болады, олар қандай қызмет атқарады, оның қандай нелері бар, отделдері бар, например, мысалы, ас қорыту жүйесін айтқан кезде, оған қандай жүйелер кіреді? Мысалы, сіз асты іштіңіз, сіз аузыңызға түсті, аузыңызда белгілі бір ферменттер бөлінді, одан соң жайлап ол сіздің тістеріңіз оны уыттап берді, одан соң ол ішке қарай кетті, оған өңеш қатысады, одан соң асқазанға түсті деген сияқты, иә. Оның белгілі бір жүйелері бар ас қорытудың өзінің. То же самое нервтерді, мысалы, аксон, дендрит, мысалы, медиаторлар қалай бөлінеді, синапстар қалай беріледі деген сияқты. Осының барлығын білсеңіз, онда сізге патвизді оқу өте оңайға түседі. Сіз патвиздан обязательно 90 плюс аласыз. Бірінші осы жүйелердің қайдан шығып, қалай пайда болып жатқандығын білуіңіз керек. Мысалы, эндокринді жүйеге тоқталатын болсақ, бізде ас қорыту, мысалы, поджелудочная железа дейміз, иә, ұйқы безі. Ұйқы безінің сіз қалыпты жағдайда қалай жұмыс жасайтындығын білмесеңіз, оның альфа клеткасы, бета клеткасы, дельта клеткасы бар екендігін білмесеңіз, онда сіздің ода изменение болып жатқандығын, мысалы, сахарный диабет, 2 степень, 1 степень дейміз, иә, онда сіз оны білуіңіз сізге қиынға түседі, себебі сіз инсулиннің қай клеткадан бөлінетіндігін білмейсіз деген сияқты. То же самое, мысалы, қалқанша безіне келетін болса, қалқанша безіне тоже йод ішке қалай кіреді, оның қандай фолликулалары бар, иә, оның барлығын білу өте маңызды, достар. Сондықтан да бірінші біз патвизді оқымай тұрып, сіз бірінші физиологияны қайталап шығуыңыз өте маңызды. Келесі. Патвиздің білімі құрайтыны ол 8 жүйенің патологиясы, қабыну, аллергия, ісік процесі және аурудың пайда болу механизмі. Жалпы біз патология деген кезде оның сіздің қалыпты жағдайдан қалыпты жағдайдан ауытқу деген ғой, патологические изменения.
Мысалы, қабыну қалай пайда болады, қабыну қалай жүреді жалпы? Қабынудың өзі, мысалы, біз 3 сатысы бар дейміз, альтерация, эксудация и пролиферация кезеңдері. Жалпы альтерация кезеңі жаңа гистаминдердің бөлінуі, архидон қышқылының активтенуі, одан соң ЦОК2, ЦОК1дердің іске қосылуы деген процестер бізде жүреді. Одан соң бізде эксудацияның өзінің бір кезеңдері бар, мысалы, жаңағыдай флегмона деген сияқты, әртүрлі ірің деген сияқты. Оның да жеке тоқталатын тақырыптар бұлар. Бірақ осы айтып жатқаным патвиздің жалпы білімі осы дүниелерді құрайды. Торса, мысалы, патанда да бар, қабыну деген бар, аллергия, ісік процесс, аурудың пайда болу механизмі 8 рет торсан патанда жұмыс жасайды. Бірақ андай болды бізде. Бізде бірінші патан болатын болды, одан соң келесі күні патвиз болатын болды. И біз патанды оқып аламыз да, патвизге барып оны айтып беретін болды. Бірақ олай емес. Олай өтпейді. Олай айтатын болсаңыз, ол сіздің біліміңізді азайтып тастайды, ол көбейтпейді. Наоборот, сіз бірінші патвизді көбірек көңіл бөліп оқуыңыз керек. Себебі патвизде ол механизм айтылады да, ал дәрігердің механизмді білуі ол өте маңызды. Себебі сіз высшее образование аласыз, ол мысалы медсестра емессіз, сіз обычно старший медсестра емессіз, сіз дәрігерсіз. Ал медсестралар, ол которые укол сал десең салады, ал десең алады, олар тек қана практиканы чисто білуі мүмкін. Мен ол қатты кемсітіп жатқандығым жоқ. Просто сіз дәрігер ретінде сіздің алатын жауапкершілігіңіздің көп екендігін сіздерге айтқым келеді. И біздің жауапкершілік сәйкесінше көп. И біз механизммен жұмыс жасауымыз өте маңызды. Келесі, патвизді схемамен оқыған өте тиімді. Мысалы, бізде схемалар бар, которые адам организміне, мысалы, сырттан бір нәрсе келіп түсті, ол одан соң қалай пайда болды, ол қалай жүрді, одан соң адам организмде қалай атака жүрді деген сияқты. Мысалы, сізге біреу шабуыл жасап жатса, сіз міндетті түрде атака жасайсыз. Дәл сол сияқты біздің организмімізде қорғану механизмдерін іске асырады. Сондықтан оның бір схемалар бар, который отектің қалай пайда болады, ол мысалы пневмония қалай пайда болады, оның барлығының белгілі бір схемалар бар. Сол схемаларды сызып, көріп, көзіңізбен көресіз, оны жазасыз, есіңізде сақтайсыз. Вот сонда сізде жақсы бір жүйелі білім қалыптастырады деп айтуға болады. Ауру ол бізде воспаление, воспаление деген ол ит деген жалғаумен жүреді. Мысалы, нені айтуға болады? Панкреатит деп айтуға болады. Мысалы, панкреатит деген сол жаңағы ұйқы безінің қабынуы. Вот бізде ит деген жалғауды көретін болсақ, онда это уже воспаление. Енді мен орысша қазақша араластырып сөйлеймін. Біз дәрігер ретінде барлық тілді де жақсы меңгерген болуымыз керек. Ауру біздің ағзаның тіршілік етіп, өсіп, өну қабілетінің бұзылуы. Получается, сіз нормальный өмір сүріп жатасыз, сізге сыртқы ортадан түседі, экзогенный факторлар әсер етеді, немесе эндогенный факторлар, сол кезде уже сіздің организміңізде қалыпты өмір сүруінен ауытқиды деген сияқты. Оның белгілі бір кезеңдері бар. Вот жасырын кезең, инкубационный кезең дейміз, мысалы, әртүрлі аурулардың біз 7 күннен 12 күнге дейін, 12 күннен 24 күнге дейін сияқты, тіпті 1 айға дейін осы жасырын кезеңдері болуы мүмкін. Жасырын кезең болған кезде оны адамға жұғуы өте қаупі жоғары. Сондықтан да барынша қаралып, сақталып жүрген өте дұрыс. Келесі ол нағыз ауру кезеңі, одан соң айығу кезең. Енді біз барлық ауруды айығады деп айта алмаймыз. Кейбір аурулар бар, которые, мысалы, рактарды айтуға болады, олар ВИЧ-ті айтуға болады, әлі емі табылған жоқ. Мысалы, әлем бойынша 4 адам жазылған болса да, әлі күнге дейін дұрыс емі табылмай жатқан аурулар саны бар бізде. И олар әрине оның соңы өліммен аяқталады, өкінішке орай. Одан соң бізде жедел ауру, жеделдеу ауру, созылмалы ауру. Получается, острый, подострый и хронический кезеңдері болар. Бізде, мысалы, острый болып жүреді, оны емдемесе, ол обязательно, не обязательно, конечно, бірақ ол хроническийге ауысып кетуі әбден мүмкін. Келесі, аурудың этиологиясы. Осы біз практикада жүрген кезде дәрігерлер өте көп айтатын бізге. Этиология, патогенез ол өте маңызды деп. Шынымен де енді біліп жатырмын маңызды екендігін. Этиология, ол біз этиологиясын білмесеге аурудың не шақырып тұр деген сұраққа біз жауап бере алмасақ, немесе оның не шақырып тұрғандығын
білмесек, біз онда ауру тоқтата алмаймыз. Мысалы бізде профилактикалар бар, специфический, деген сияқты. Ол неспецифическийға осы жаңағыдай алдын алу, күтіну деген жатады, иә.